Сәлеметсіздер ме? Менің сабағымның тақырыбы трейс технологиясы. Трейс бұл ең жас, әрі кең тараған таныс педагогикалық инновациялық жүйе. Ол тапқырлық тапсырмаларды шешу теориясына және шығармашылық тұлға дамыту теориясына негізделген. Оны ресейлік ғалым және қиялшыл жазушы Генрих Альтшулер жасаған. Трейс технологиясының мақсаты балалардың қиялын ғана емес, сонымен қатар шынайылықты түсініп, жүйелі ойлауға, өзін-өзі тануға, қоршаған ортаның қиындығын байқауға және өздерінің шағын қиындықтарын шешуге баулу. Трейс технологиясының көптеген әдістері бар. Атап айтатын болсақ, бастырма әдісі, монотопия әдісі, балауыз әдісі, картон арқылы сурет салу, сия тамшысы, саусақпен бейнелеу әдісі, айна арқылы сурет салу, дымқыл қағазға сурет салу және умаждалған қағазбен сурет салу әдісі. Батырма әдісі мектепке дейінгі ұйымның 2-3 жастағы балаларына арналған. Біз батырма әдісі арқылы дөңгелексіз қалған көлікке дөңгелек жасап береміз. Алдымен мен гуашты сумен араластырып, осылай жасап алдым. Және бізге қажет болады бөтелкенің тығыны. Бөтелкенің тығынының астына мен фетр матасын жапсырдым. Фетр матасы бояуды өзіне сіңіріп алу үшін қажет болады. Балалар бояуды осылай батырып, көлікке дөңгелек жасайды. Біздің көлігіміздің дөңгелектері дайын болды. Батырма әдісінің тағы бір түрі сәбіз, картоп секілді көкөністермен жасалынады. Алдымен қызыл және сары түсті гуашты дайындап алдым және сәбізді гүлдің пішініне келтіріп ойып аламыз. Ойып дайын болған сәбізімізді бояуға батырамыз және оны қағазға батырып гүлдің бейнесін жасаймыз. Осылай қызыл және сары түстерді кезек-кезек алмастырып гүлдің шоғын жасаймыз. Келесі әдісіміз қағазды умаждау арқылы сурет салу әдісі. Біз қызыл, сары және жасыл түсті пайдаланып бағдаршамның түстерін жасаймыз. Балаларға оңайырақ болу үшін қағаздан көрі салфетканы пайдаланғанымыз дұрыс. Менде сары түс болмағандықтан мен ақ салфетканы сары түске бояп алдым. Алдымен қағазды былай майдалап қырқып аламыз және оны умаждаймыз. Қағаздың барлығын умаждап осылай дайындап аламыз. Умаждалып дайын болған қағаздарымызды бағдаршамның үстіне желімнің көмегімен жабыстырамыз және дәл осындай әдіспен сары және жасыл түстерді де жасап аламыз. Біздің умаждау әдісі арқылы жасаған бағдаршамымыз дайын. Қағазды умаждау арқылы жұмыс жасау балалардың қол моторикасын дамытады. Сонымен қатар балалардың ойлау қабілетіне де өз әсерін тигізеді. Келесі әдісіміз балауыз шамды пайдалану арқылы сурет салу әдісі. Біз ақ қағазға балауыз шамның көмегімен бейнені жасап аламыз. Қағаздың бетінде балауыз шаммен бейне жасап алдым. Әзірге ол көрінбейді. Ол көріну үшін кез келген бір түсті бояуды алып, қағаздың бетін толықтай бояп шығамыз. Сонда біздің бейнеміз көрініп шығатын болады. Бояуды жағып алдық, бізден үйдің бейнесі шықты. Біз балауыз шаммен сызылған жерлерге бояу жағылмай қалады. Балауыз шаммен жұмыс жасау балалар үшін өте қызықты. Қорытындылай келе, трейс балаларға не береді деген сұрақ туындайды.
Стресс ұялшақтықтан, тұйықтылықтан, жасқаншақтықтан арылтады. Кішкентай адам өз көзқарасын сақтап қалу үшін қиын жағдаяттан түпкі шешімін дербес тауып шығуға үйренеді. Балалық шақ қарқынды сөйлеу қызметінің кезеңі. Сол себепті әрбір трезбен оқу әрекеті ұжымдық ойын, шын мәнінде шығармашылық жұмыс. Демек, өмірдің қуанышын қарқынды сезіну. Баланың қуанышы ауадай қажет, ол күш-қуатты арттырып, шығармашылық қабілеттің толық ашылуына мүмкіндік береді.